Жас әнші Айдар Бейбітшілік. Қош келдің. Қош келдіңіз, төрлетіңіз, жайғасыңыз. Сіздікі, студия біздікі. Енді біздің білуімше Айдар жағымды жаңалығымен келе отыр. Біздің студиямызға жақында бейнебаян түсіру ойда бар. Әлде түсіріп жатсыздар ма, процесс жүріп жатыр ма? Осы кеше ғана бұйырса бейнебаянды түсіріп біттік. Енді алдағы аптада өңделу үстінде, келесі аптада бұйырса шығып қалады. Қандай әнге жалпы репертуарыңызда қанша ән бар? Репертуарымда жалпы 6 ән барлығы. Соның ішіндегі өзімнің авторлық әнім «Қинамашы жүректі» деген әнге бейнебаян түсірдік. Қинамашы жүректі дейсің ғой, Сонымен негізі Айдар былай істейікші. Біздің Таңқауыр бағдарламасының көрермендеріне бір жақсы жан дауыста бір ән шырқайықшы. Осы бүгінгі эфирді пайдаланып, сонымен қандай ән? Енді сіздер рұқсат етсеңіздер, Нұрғиса Тілендиев атамыздың «Құстар» әнін бірге шырқайық. Мархабат, бірге шырқайық. Қымбатты көрермен, сіздер білетін болсаңыздар, қосылып отырыңыздар. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр құс қайтып. Зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Жалт етіп өте шыққан сезімде. Жалпы біліміңіз осы салада? Кәсіби біліміңіз бар ма, әлде әуесқой әншісіз бе? Кәсіби білімім бар. Осы Алматы қаласындағы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің эстрада вокал бөлімі бойынша мамандық алып шықтым. Енді жалпы кез келген әншінің танымына байланысты, мінезіне байланысты жанына жақын жанрды бірден айқындауға, анықтауға болады. Сізге қарасам, лириканы көп сүйетін сияқтысыз. Қаншалықты рас? Түріңізге қарасам, қинамашы жүректі деген тұр ғой, лирикаға жақындаумын деп айтсам болады. Енді басқа бағыттағы әндерді де тыңдаймын, басқа бағыттағы әндер де жазылып жатыр. Бірақ енді лирикаға жақындау. Бірақ жан дүниеңіз лириканы қалайды дейсіз ғой. Енді Айдеке, бүгін біздің тақырып аузы күйген үріп шет дейді. Үрлеп шет. Үрлеп шет, үріп, үрлеп. Бізге қайсысы жақын? Қалай ішіп көрсеңіз де өзіңіз білесіз. Жалпы сәтсіздікке ұшырап, кейін содан сабақ алған кезіңіз болды ма? Енді өнер жолы оңай жол емес. Құлап бір қайтадан, бір тұрып. Сүрініп бір тұрған сәтіңіз болды ма? Енді оны үлкен бір сәтсіздік деп айтуға келмейші, бірақ енді еңбектің арқасында Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне тапсырғам. Бірінші жылы тапсырған жылы түсе алмай қалдым. Екі жыл қатарынан тапсырдым. Эстрада бөліміне түсе алмадым. Сосын үшінші жылы өте үлкен дайындықпен еңбектеніп бір сол оқуға түсіп мақсатымызға жеткеніміз. Енді осы орайда жаңа өзің айтып қалдың, енді оқуға түсе алмай қалдың бастапқы кезде деп. Сол кезде енді ағайын туысқанның көзі қарасы, достардың саған қолдауы қандай болды? Ең бастысы енді ата-анамыз ғой, ата-анамыз қолдау білдірді. Бірінші сол кісілердің қайтадан дайындал, қайтадан еңбек ет, сол кісілердің қолдауымен үлкен бір күш алдым десем болады. Менің мотиваторым ата-анам дейсіз ғой? Ата-анам, әрине ата-анам. Менің естуімше енді Айдар мырзаның ең үлкен арманы Алексей Чумаковпен дуэт орындау екен. Енді ол бір үлкен армандарымыздың бірі деп айтсақ болады. Енді арманды ақиқатқа айналдыру үшін? Ол үшін енді үлкен жұмыс жасау керек, әлде еңбектенеміз. Ол кісінің енді творчествосы жалпы өнердегі шығармашылық қатынағаннан кейін сол кісімен енді бір арманымыз бар. Енді шет елдің әншілері емес, өзіміздің Қазақстанның жұлдыздарын алайықшы. Кіммен шығармашылық жақын қарым-қатынастасыз? Кіммен дуэт орындау жоспарда бар?
бір үлкен ағаларымыздан енді Музарттық ағаларымыз бар, енді кезімізде, біз бала кезімізде тыңдап өскен ағаларымызбен енді дуэт орындау арманымыз да бар. Енді әлі қазір шығармашылық творчествода қатты байланыста емеспіз. Бірақ енді болашақтағы армандарымыздың бірі ағаларымызбен дуэт орындау. Жақсы, рахмет. Енді Айдекен, өзіңіз білесіз, енді Таңқор бағдарламасында уақыт шектеулі. Келгеніңізге мыңда бір рахмет. Сіздерге де тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Иә, жаңа айтқан армандарыңыз, мақсаттарыңыз барлығы орындалсын. Алдағы уақытта үлкен сахналарда тек қана Қазақстанда емес, түкпір-түкпірді аралап, шет елді бағындыруыңызға біз шын жүректен тілектеспіз. Ал біз жаңалықтың, жақсылықтың жаршысы болып, тек жақсы хабарды көрерменге таратуға дайынбыз. Сізден енді әнші келгеннен кейін студиямызға біз ән күтетініміз рас. Енді қонақ келгеннен кейін қонақ кәде күтетініміз бар. Сонымен енді ортаға шығып